болсаң және маған қалай заттарды үнемдеу керек және көбейту керегін айтам. Ең алдымен пешке қалай көмір үнемдеу. Міне қазір көрсетемін. Так. Міне сразу шелектен алып қоя салсақ. Міне қазір қараңыз, ұзақ қайнайды көмірден де. Ал келесі қандай фамилада қалай үнемдеу. Сіздер оны жай ғана жолда жүргенде кейбірмен зерттеп. Так, кешірім сұраймын. Тек соңғылармен қырылысқанда ма, сондай жағдайда алыңыздар, су көздеуінен болады, сынбайды. Жалғастырамыз. Келесі міне. Егер сіз есігір сайтын болсаңыз, телефонда сразу шығыңыз. Тек ғана біреу қоймаңыз. Қосымша күш болады. Мына көрсетейін. Бұлай. Және бұлай қойып алу керек. Келесі. Так, келесі міне осындай шымшық. Сізде аз болсында сирек қолданыңыз. Ал мынандай создать карту, конечно, осындай картасы үшін бүйтіп біреу шығарасыздар. Мен шеттепін. Сосын мына шетінен шамалы ары жүргенде әрқайсысын тағы да үнем болады. Қайталана бермейді. Так, келесісі міне сиренада дәл жаңағыдай сирек кезде ғана қолдану керек. Ал егер де сізде мынандай кустиктер қалса, онда үйіңіздің алдыңызға егіп қойыңыз. Ағаш барғанда дәл жаныңыздан шығасыз. Егер сіздер байқамай компьютер ойнағанда мақалаларды ұшып кетсе, онда ұялы есігіңіздің сәлем қойыңыз. Көбісі жуғане бастағанда мындайда болсағандай ағаш еркімен тасты шамалы затты қайта лақтыра салды. Бұл дұрыс емес. Сіз көп тасалау үшін осыны өлтіргенше алуыңыз керек. Онда тасыңыз көп болады және артық мұзы да қалмайды. Келесі, егер сіз портал жасайтын кезде артық обсидиан қалса, онда егер де тағы да бұлай ағаштар шығса, сыртын өтуге үшін бүйтіп қошып қойыңызды сұрайық. Дейді. Үйіңіздің терезесі ондай бұрышты терезе жасамаңыз. Егер сізде мынандай терезелер жетпейтін болса, үйіңіздің тасудың қажеті жоқ. Алты терезе алыңыздар, осындайдан алтысын жасап, үйіңізге сыйғанша қоюыңызға болады. Келесі. Егер сіз мындайға компьютермен болса,
айлықтарыңызды күшейткіңіз келсе, бүкіл кітапқа, онда бүкіл кітапты кезек-кезек күшейтіп, бәрін біріктіріп, копировать етіп, кезек-кезек күшейтуге болады. Қайта-қайта уақыт кетіруіңіз қажетті де жоқ. Келесі ережесте мынадай айлықтарыңызбен жүрсеңіз, онда шекпен мына сөзді жазып алыңыз. Game rule keep inventory trade. Сонда заттарыңыз өлшеңіз жүрмейді. Және де айтарым міне мынандай далада картасымен жазып, мынандай чек жазыңыз. Weather clear. Және кетті, жаңбыр тоқтады. Ал көбейтуге келсек, айтпақшы міне пешіміздегі жаңа отынға әлі қайнап қалады. Көрдіңіздер ме? Әлі жартысы бар. Көрдіңіздер ме? Бір отты шелек қаншама көп үнемдей алады. Міне осындай үнемдерді қолдануыңызды сұраймын. Ал егер видео ұнаса, көбейтуді қосайық. Көбейту бойынша, егер де видео ұнаса, сразу лайктарыңызды басыңыздар да, оның астына подписаться баса салыңыз. Және егер де сіздің каналыңыз болса, ол адамды сізге жазылуын көремін. Және де сау болыңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, анама тіркеліңіздер.